Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Жантақ шөбінің тамыры да, оның сабағы мен масақтарының да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С дәрумені өте көп. Эфир майлары, флавоноидтар, сапонин заттары, қант, суда ерігіш органикалық зат, С және К дәрумендері, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Медицина саласында жантақтың жер бетіндегі бөлігі пайдаланылады. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырларынан дәрі-дәрмектер өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұталарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа тас байланғанда пайдаланылады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндер, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін де қолданылады. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода жантақ өсімдігінің сан алуан дертке шипа болатын, қуатыңызды арттыратын емдік қасиеттерін айтамын. Видеоны соңына дейін қараңыз, сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Менің арнама 72% адамдар арнама тіркелмей қарайды екен. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басуды да ұмытпаңыз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз мені шабыттандырады. Сонау ерте заманнан бері халқымыз табиғатпен етене болып, қоршаған ортамен тығыз байланыста тіршілік кешкені белгілі. Осы орайда жантақтың да қасиетін ерте білгенін байқаймыз. Бұл өсімдік шөлге төзімді, зеңгі баба тұқымына құнарлы азық болуымен қатар сусын ретінде шипалы өсімдік қатарында да пайдаланылған екен. Мысалы, ежелгі уақытта адамдар ұзақ сапарда жүргенде сапалы әрі қауіпсіз су ішуге мүмкіндігі бола бермейтіндіктен жантақты өздерімен бірге алып жолда кездескенде суды дезинфекциялау үшін жантақ қосып қайнататын болған. Бұл сусын ағзаны сергітіп қана қоймай, адамдардың төзімділігін де едәуір арттырады. Осыған дейін жантақтың пайдалы қасиеттері зерттеліп, қорғаныс саласында әскери қызметкерлерге дәрумендік сусын ретінде пайдаланылған. Простатит мазалап жүрген ер азаматтарға бірден-бір жәрдем болатын амал жантақ қайнатып ішу. Жантақтың тамыры ұзын болып, су іздеп тіп-тік өседі екен. Түбін сәл қопсытса, тіп-тіке тартып, үзіп алмай жұлу керек екен. Осындай тәсілдермен жұлып алынатын жантақтың тамыры, соның 4-5 талын 2 литр суға салып, баяу жанған отта 40 минут қайнатады. Қызыл күрең шай сияқты болады. Қайнағанда суы азайып қалса, 2 литрге жететіндей етіп, үстіне қайнаған су құяды. Осы қайнатпаны күніне 2 рет 200 миллиграмнан 1 стакан шамасында ішу керек. Тоңазытқышта сақтайды. Ішетін кезде тамаққа салқын тиіп қалмас үшін бөлме температурасында жылытып ішу керек. Жантақ дәрілік өсімдік. Оның қабығында қант, иілік заттар, эфир майы, ал тамырында алкалоидтар, глюкозиттер, шайыр, бояғыш заттар болады. Жантақтан алынған дәріні қуыққа тас байланғанда, өт несеп жолдары қабынғанда ішеді. Оның тұнбасында геморройға қарсы ванна жасайды. Гүлінен ара бал жинайды. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап алып, суға қайнатып, асқазан ішек жолдарына қарсы ішеді. Жантақтың тамырын да суға қайнатып, тізе буын ауруларына, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдаланылады. Гүлдері мен өркендерінен яндач шайы дайындалады. Бұл шай шөлді қандыратын және шаршауды басатын қасиетке ие. Әсіресе құрғақ климатты аймақтардың тұрғындары үшін таптырмас сусын. Біздің елімізде жантақтың күнделікті тұрмыста сирек пайдаланылады. Жантақ өсімдік шайын кез келген дәріханалардан тауып алуға болады. Оны арнайы ыдысқа құйып қайнатуға немесе қайнап тұрған суды құйып 200 миллиграммнан
тарапынан күніне 2 реттен қабылдауға болады. Кез келген өсімдік шайын жылы күйінде қабылдаған дұрыс. Жантақ өсімдігін пайдаланбастан алдын дәрігерден кеңесіп алғаныңыз дұрыс. Бұл видеоны таныстарыңызға жіберіп, бөлісе отырыңыз. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетуіңізді сұраймын. Сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Ауырмаңыздар, ем болсын.